саламатсыз ағай. Саламатсыз ба ғой? Саламатсыздар ма? Санжар сәлеметсіз бе? Қазірші бір 2-3 минутта ағай кірмесе звондай салыңызшы, хорошо? Мен бос емес едім. Сонда бүгін апталық тапсырмаңыз ба? Ағай, все. Болды. Ағай ертең онда ма? Ой, ағай. Соғы қуанған едік. Ұйықтаймыз деп. Ағай ертең зачетты қаншада тапсырамыз сағат? Қалғандар қақта? Саламатсыз апай. Саламатсыңдар. Бір-бірлерін түгендеңдер барып, 6-ға дейін. Зор ағай. Жақсы. Нормально жеткен енді. 110-120 ғой. Арнат қанша алдың қаңтар ұбытыдан? Санжар қанша алды? Айтпаңыз ой. Айтады. Нормально жүреді, нормально. Ойбай, андай не болып атыратын еді? Санжар? Получается 80? Жоқ, орташа балдан 10 бал жоғары. Енді? Түгел камера қосып отырыңыздар. Санжар, сіз логин пароль беріп бердіңіз?
Иә, бағана айттым ғой мен. Потому что ағай нақты өзінің аккаунтымен кіріп жатыр. Ағай базан сонымен бүгін сұрайсыз ба или ертең ба? Ертең. Зачет қашан деп жатқан, ертең деп айт. Ha? Кіріп отырмын ағай. Мен ағай. Тұз дейтін жейтін зат. Ағай, не сұрадыңыз, естімей қалдым. Жинайсың ба дейді саған. Ағай кірді ма? Логин парольді бердің ба? Кіре алмай жатқан шығар. Lan қалғандары қақта. Не үшін азақ отыр? Кім эфирға қатыспады, маған нелерін списогін жібере сал, потом мен ата-аналарыммен өзім сөйлесем, аха.
Шеттерінен банға жібере берем. Ашылсыз абай. Не болды мұндай? Не себеп? Не дедің абала? Ашылсыз ба дейді. Ақыры тыңдамайды екенсіңдер, банға жіберейік. Ой, тыңдап отыр ма? Барлығын тапсырып келіңдер ме уже? Санжар, ссылканы өзің аккаунтымен аштың, иә? Брендікімен ашпадың ба? Ладно, жарайды, бүгінше кіре берсіңші. Келесіде өзіміз реттеп аламыз. Бар. Бар. Бармын ағай. Бармын ағай. Бар. Бармын. Бар. Бармын ағай. Бармын ағай. Barmın. Бар.
Бар ағай. Сәлеметсіз бе ағай? Санжар түгенде болдыңыз ба? Хорошо. Так, барлықтарына сәлем қыздар, балалар. Қалайсыңдар? Саламатсыз ба ағай? Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мен отырмын, мына қашан түгелдеп болады деп ше, балаларды. Сол қайырлы кеш, жалпы қош келдіңдер эфирге. Бұл бізде информатика сабағы деген демекші. Бір кішігірім сәлемдесуден бастайық, тағы да қайырлы кеш, и соның артынан потом танысумен жүргізейік. Есім Бейбарыс болады. Жалпы сендерге информатикадан сабақ беретін боламын. Алдағы осы курста, жалпы. Мен жалпы қазір экранды қосайын. Егер запись болса, ағай апайлар, организатор кім? Запись қоссаңыздар болады, күшті болады, нет, қоссаңыз. Шол. Окей, тағы да қайырлы кеш, қош келдіңдер эфирге. Бұл мен сендерге информатикадан сабақ беретін боламын. Есімім Бейбарыс болады. Қойдым, танысу мақсатында. Қара болсаңыздар болады, түрім осындай, слайдтағы түрім осындай, экрандағы түрім осындай, в общем, сақал мұртым бар осы, вообще басқаша адамға ұқсап қалам негізі, сондай әдетім бар, енді кішігірім хамелеондауым, соған қарамастан жалпы Таразданмын, Тараз қаласында тұрамын, Таразда туып өскем деген сияқты, Таразда мектеп бітіргем деген сияқты, бірақ оқу орным оқуымды жалпы Таразда емес, басқа қалаларда өткізген болатын. Мысалы Алматыда, соның ішіндегі мысалы СДУ деген университет бар ғой. Сулейман Демирел атындағы университет ше, қазақ-түрік. Сол жерде бітірген болатынмын. Жалпы жасым 25-те. СДУ-дың ішінде қандай мамандықты бітірдім дейтін болсақ, енді қазір кішкене жүйдей салайық. Жалпы информатикадан сабақ берсем де менің мамандығым негізі математика, соның ішіндегі бакалавр және магистр. Магистр деген білесіздер ғой не екені, 4 жылдан кейінгі оқушы, 2 жыл тағы да оқитын. Соған қарамастан сендерге информатикадан сабақ беретін болам алдағы осы курста. Негізі математика мен информатика екеуі негізі бірдей пәндері ше. Мен үшін маған екеуі де жақын пәндердің бірі. Соған қарамастан математикадан да сабақ беремін. Математикадан да бөлек, еще мен Python программист десек те болады, кішігірім хоббиім бар. Оның ішіндегі разработчик деген адам бар ғой, білесіздер ма? Разработчик деген программисттер ше. Жалпы программистім десек те болады, программа құрастырушы, сонымен қатар Python үйретушімін. Ағылшын тілінен тьютор деп атайды. Кішігірім өзім туралы мәліметтер. Хоббиім сол программалаудан бөлек, тағы да хоббиім ішіне мысалы жүзу де кіреді, жүзумен де айналысамын деген сияқты. Өзім туралы кішігірім ақпараттар ғой. Ал енді ОБТ туралы келетін болсақ, қыздар балалар, жалпы тура сендер сияқты ОБТ тапсырған болатынмын. Уже мен ОБТ тапсырғанына где-то уже 8 жылдан асып кетті. Тоже 140-тың кезі еді сендер сияқты. 140-тың сол 120 балын алып бердім. Сөйтіп артынан грантқа түстім дегенде сияқты. Ешқандай өз бетімен, өзімше, ешқандай көмексіз, ешқандай тәтесіз, көкесіз, ақшасыз, барлығы шын немен, оймен, шын немен, білмен тапсырылған болды. Сонымен қатар қазіргі таңда бар ғой, сол ОБТ саласымен математикадан осындай эфирлі жүргіземін, математикадан да эфирлі жүргіземін, офлайн болсын, онлайн болсын сабақта жүргіземін. Сонымен қатар кішігірім бір белгілі беріп қойдым, математикадан және информатикадан тест әзірлеуші боламын. Жалпы тест құрастырамын, мектептерге тест құрастырамын, курстарға тест құрастырамын, сондай бір нем бар да, кішігірім жұмысым, ықпалым бар десек болады. Сол қыздар балалар экран бәрі көрініп тұр ғой да, бетім бәрі көрініп тұрған шығар, мына жақта кішігірім. Нормально ма? Қалай болады дейтін болсақ,
осындай эфир форматында мен сендерге өйстіп кішігірім теория жүргізем, практика жүргізем. Примерно информатиканы уже білетін шығарсыздар деп ойлаймын, қалай болатынын. Ішінде Python код жазамыз, Python кодтан бөлек есептер шығарамыз, мысалы. Одан да бөлек тағы да біз теорияда жаттайтындар момент болады да, мысалы. Біздің кішігірім сондай бір не математика емес, не физика емес, оны аралас болып кеткен деген сияқты да. Вот. Солай. Что-то маған байқалып тұрған жоқ ше, көрініп тұр ма негізі экран менің слайдым? көрініп тұрсыз. Окей, нормально болса күшті бар еді. Жақсы, ары қарай. В общем, сол кішігірім IT саласында жүремін. Тоже сендер сияқты оқушыларды дайындаймын. Сол жақта бұрышында жазып қойдым да, айтишниктер сыйла деп ше. Қарап қойсаңыздар болады. Қош келдіңдер. Жалпы IT, информатика, математика бағытын таңдап, IT мамандығына барып жатқандарына өте қуаныштымын. Алдағы уақытта Қазақстан IT саласын дамытайық, алдағы орындарға жіберейік, көтерейік, жалпы, миллиондап ақша табайық деген сияқты. В общем, бәріміз ойымыз, мақсатымыз сол тұру деген сияқты. Сол. Кеттік ары қарай. Тақырыптан бастайық. Бүгінгі біздің бірінші тақырыбымыз жалпы информатика деңгейлерін қалай негізі? Информатикада хабарларың бар ма? Жалпы білесіздер ма? Мына жерде қараймын, что-то көп оқушы, примерно қанша оқушы, сол оқушылардың балдары қандай болып тұр, орта балдарын? Нормально ма негізі информатика балдарын? 40-45 ғой. Информатикадан, Четко онда. Егер 40-тан жоғары болып жатса, онда тема ғой. Тема. Но соған да қарамастан сіздер енді эфирге қосылдыңыздар, эфирге қосылғаннан кейін сіздер енді бірдеңе үйренемін, немесе бірдеңе үйреніп болған нәрсені қайталаймын деген мақсатта келіңіздер ғой, қосылыңыздар ғой. Сондықтан бірінші тақырыппен таныс болыңыздар. Любой айтишник бар ғой, любой IT саласында міндетті түрде осы құрылғы болады. Оның аты компьютер, дұрыс па? Біз сол компьютердің ішіндегі программаларды үйренбес бұрын, ішіндегі алгоритмдерді қарамас бұрын, ең алдымен біз компьютер деген затты білу керекпіз да. Мысалы, жауынгер өзінің, мысалы, соғысқа шықпас бұрын өзінің несін, автоматын, найзасын, пышағын деген сияқты бәрін білу керек қой, жатқа деген сияқты. Тура сол сияқты бізде IT саласының бастамас бұрын, информатиканы оқымас бұрын, ең алдымен компьютердің құрылғыларымен таныс болайықшы. Бұл бізде ең бірінші тақырып екен, қыздар болды. Сол. Ендеше бастайық. Кеттік. Жалпы информатикадағы ең бірінші теориямен таныс болыңыздар. Бұл бізде компьютер деп тұр. Компьютер дегеніміз не ол дейтін болсақ, ол ақпаратпен, жазылып тұр, ақпаратпен және мәліметтермен жұмыс істейтін электрондық құрылғы. Ол какой-то бір зат. Ол затты мақсаты қандай? Именно ақпаратпен немесе мәліметтермен жұмыс істеуге арналған дейді. Ол ақпарат мәлімет деген кезде ойға не келеді дейтін болсақ, мен жазып қойыншы. Ақпарат мәлімет деген кезде фото, мысалы, сразу фото ойға еске түседі менде, мысалы. Одан артынан видео еске түседі, мысалы, видео. Музыка деген бар, музыка файлдар, мысалы, музыкалар. Қандайлар бар тағы, документ, программа. Осының бәрі компьютер үшін ақпарат қой. Осылармен жұмыс істейтін құрылғыны бізде компьютер деп атайды екен. Сол ақпараттарды не істейді дейді, үш нәрсе істейді деп тұр. Қараңыздар, мына екен үшеуін еске сақтап алыңыздар, қазір керек болады. Сол деректерді сақтайды, шығарады және өңдей алады дейді. Осы үшеуісін істей алатын болса, сақтау және шығару өңдей алатын болса, онда бұл автоматты түрде компьютер деп аталады екен ғой. Төмендегі суреттерді көріп тұрсыздар ма? Таныс суреттер шығар деп ойлаймын, тем более 40+, 25+ алып отсаңыздар. Мына бірінші суретті білесіздер ма, не сурет екен? Таныс па бұл сурет? Фотон несі емес па, дұрыс па? Картинка, фото солардың. Емес па? Одан қасындағысы қандай бізде? Видео формат. Видео формат екен. А оның қасындағысы бізде музыка емес. MP3 дегенді елдер бәрі біледі. Мына төртінші тұрғанша қайсысы қандай форматқа жатқызсақ болады?
Документы, файлы. Иә, документ. Блокнот, сондай сияқты заметки дегендер бар ғой телефонда, тура сондай сияқты ғой документ. Одан кейінгісі exe деген формат бар. Көбісі көре бермейді, негізі ше, біле бермейді exe деген қандай формат екен. Но мен сіздерге айтып түсіндіріп берейін, бұл бізде программалардың файлы ғой. Программалар өйстіп көрсетеді ғой бізде. Мысалы, әйгілі қыздар да балалар да білетін бір ойын бар, оның аты GTA деп аталады. Мына GTA деген ойын бар ғой, GTA 5. Дұрыс па? Сол программаның форматы exe болып жазылады ғой, exe деп айтылады. exe деген форматта тұрады. Как раз мынау сөз тұр ғой, мына exe деген ше. Вот сол формат именно программаларда болады. Программаға как раз ойындарда кіреді ғой. Солай. И біз сол ақпараттармен не істей аламыз? Фото, видеоларды, мысалы мәтін жіберу деген сияқты, ойындар ойнау деген сияқты барлығын осы компьютер арқылы жасаймыз ғой, дұрыс па? Қысқасы айтқанда, компьютер өміріміздегі ең керек заттарының бірі десек болады. Енді қызық сұрақ болсын, компьютерге не жатады? Планшет, телефон. Как раз осылардың бәрін қараған шығыстар ғой, демеймін, видеосы бар ғой деймін сендерде. Компьютерге не жатады екен? Жалпы жатады деген кезде дербес компьютер және моноблок жатады екен. Дербес компьютерді бізде ДК деп атайды. Оның орысшасы бар, қыздар, балалар ПК деп атайды, ПК. ПК деген сөзді білесіз ма? Персональный компьютер деп атайды ғой. Иә. Неге бұны персональный дербес компьютер деп атай береді? Себебі оның пара-пар сөзі бар, үстел компьютері деп атайды. Неліктен үстел компьютер дейді? Себебі бұл столдың бетінде орналасқан компьютер да, негізі. Столдың бетінде тұрады, тек қана столдан басқа ешқандай жерде тұрмайды да бұл. Диванға қойып қоятын болсаң, диванда қоя алмайсың, ыңғайсыз деген сияқты да, мысалы. Жерге қойсаң, жерде ыңғайсыз деген сияқты. Бұнымен отырып істейтін компьютер десек болады. Моноблок тура дербес компьютерге ұқсайды. Бірақ бір ерекшелігі бар, бірнеке жетіспей тұрған сияқты, иә. Мына дербес компьютердің мына бөлігі не деп атайды онда? Білесіздер ме? Блок. Иә, жүйелік. Ана моноблокты негізі жүйелік блок жоқ деп айта алмаймыз. Негізі ол бар. Бірақ қай жерде орналасқан дейтін болсақ, бұл моноблоктардың экрандары кішкене андай плоский болмайды да, бұларды қандай қарны бар экран болып шығады да, примерно андай қарындар болып. Андай қарны сияқты болып тұрады, қарын сияқты шығып тұрады. Вот сол қарынның сондай бөлігіне сол жүйелік блокты тығып қояды ғой. Содан кейін ол типа монитор мен экран мен жүйелік блокты бірге біріктіріп жіберген кезде моноблок деп шығып кетеді да. Моно, біреу деген сияқты мағына ғой. Тағы да компьютерге не жатады дейтін болсақ, ноутбук, планшеттер жатады екен. Бұл құрылғылар аналардан ерекшелігі қандай дейтін болсақ, бұл заттарды сен мыналарға қарағанда бір жерден екінші жерге тастай аласың да, ыңғайлы тасығанға. Бұларды сондықтан еще екінші атауы бар, екеуісінің аты бар. Мобильді компьютер деп атайды екеуісін. Мобильді компьютер деп атайды. А мобильді деген сөз не мағына білдіреді дейтін болса, ол деген сөз ұялы. Иә, ұялы дейді болмаса, сондай сөзде бар. Ыңғайлы ғой тасығанға. Тасығанға ыңғайлы компьютерларға былай шыққанда мобильді деген. То есть расында да ғой, мысалы, ноутбукты бар ғой, сен тұрасында, мысалы, кофеханаға алып кете аласың, мектепке алып кете аласың, там универ парын алып кете аласың деген сияқты да. Жан-жаққа қолдана алатын компьютерлар десек болады. А вот планшет бар ғой, қызық соның ойы ше. Тұрды да, мысалы, пернетақталар бар ғой, клавиатуралар. Алды да, типа, мониторға тығып бере салды да, экранға сенсорный қылып. И ол автомат түрде просто бір монитор болып шықты да, артынша, и оны планшет деп атап кетті да. Это то же самое ноутбук сияқты, бірақ андай несі жоқ. Сырттай бір кнопкасы бар, андай пернетақтасы жоқ да, клавиатурасы. Бұл андай встроенный болып қалады ішінде, мониторның ішінде. Вот планшет бар жерде, компьютер деп атайтын болсақ, планшеттерді, онда біз смартфон мен смарт сағатты да жатсақ болады планшетке. Ой, компьютерге ше. Еске сала кетейік, бізде бағана айтып едік қой, компьютер үш нәрсе жасайды деп. Не нәрсе жасайды дедік? Жұмысы? Өңдеу, сақтау, шығару. Өңдеу, сақтау,
және шығару дедіңдер. Шынымен ғой, типа, осы үшеуінде де жасай алады ғой, мысалы, телефонмен анау Apple Watch деген сағат, ше? Дұрыс па? Өңдеу деген кезде, мысалы, фотоларды өңдей алады деген сөз да мағынасы. Керек болса там суреттерді өңдеп келтіре алады деген сөз. Сақтау деген сөз сол фото видеоларды сақтай алады ғой, мысалы, тұр ғой фото видеолар, мысалы, галереяңда. Я? Потом шығару деген нәрсе бар. Шығару деген сөз, типа, бір жерден екінші жерге апара аласың, жеткізе аласың деген мағынада айтып жатыр да. Вот. Сол. Одан кейін смарт сағатта тура смартфон қандай жұмыс жасайды, тура солай сияқты смарт сағатта сондай жұмыс жасай алады ғой. Я? Тоже өңдей алады, сақтай алады, шығара алады деген сияқты. Вот. Осының бәрі компьютерлар, қыздар, балалар, қараңыздар. Бәрінде бір ұқсастық бар. Дұрыс па? Келісуге болады. Бәрінде бір ұқсастық, бір нәрсе бар. Не бар? Не ұқсап тұр бәрінде бірдей болып тұрған? Монитор, экран. Экран. Бәрінде не бар дейтін болсақ, монитор бар, экран бар, дұрыс па? Монитор, экран, дисплей это бір сөз ғой, по идее, біз үшін. Бәрінде не бар дейтін, монитор бар. Монитор дегеніміз не ол? Ол ақпаратты шығару құрылғысы. Ақпаратты экранға шығару. Ақпаратты экранға шығаратын құрылғы. Экранға шығару құрылғысы десек болады, монитор. Одан кейін тағы да не бар дейтін болса, барлықтарында енді бірдеңе шығарып беріп жатса, бірдеңе енгізгің келеді ғой, дұрыс па? Кнопканы түрткің келеді, басқың келеді деген сияқты. Не бар дейтін болсақ, мынандай пернетақта. әрине, тінтуір мен пернетақта деген нәрсе бар екен. Олар ақпаратты енгізу құрылғыларына жатады екен. Келісесіздер, ақпаратты енгізу. Яғни сіздер осы клавиатураны кнопканы басқан кезде бірдеңе енгізіп жатасыздар. Сол енгізу құрылғысын бізде солай тінтуір мен пернетақтан айтқызады екенбіз. Тінтуір пернетақта қазақшасы, орысшасы бізде мышка мен клавиатура ғой. Білесіздер, тінтуір деген мышка. Пернетақта клавиатура деп жазып. Тағы да не бар дейтін болсақ, бұл жүйелік блок келесі. Бағана ең басында айтып кеткен компьютерде бар мына жүйелік блок. Жүйелік блок не істейді сонда? Ақпаратты өңдеу және сақтау құрылғысы дейді ғой. Ақпаратты өңдейтін және сақтайтын құрылғы. Бұның ішінде барлық керек заттар, сенің фото, видеолардың бәрі осының ішінде сақталады. Қысқасы конфигурация деген нәрсе бар. Конфигурация дегеніміз не ол дейтін болсақ, жазып бере салайын. Құрылғы. Компьютерде болатын міндетті заттар. Түсіндіңіздер ме? Міндетті заттар деген. Міндетті түрде болатын заттар ғой конфигурация деген. Вот любой компьютерде не болады? Сонымен монитор болады, тінтуір мен пернетақта және де жүйелік блок болады екен ғой. Кеттік ары қарай. Осы жерде енді біз қазір жүйелік блоктың ішіндегі құрылғылармен таныс боламыз. Жалпы жүйелік блок ол негізі основной ғой компьютердің ішіндегі ең басты заттарының бірі. Солай десек болады. Ендеше таныс болыңыздар, жүйелік блокта қандай құрылғы бар екен? Ең бірінші құрылғы ол бізде аналог тақша деп аталады. Ағылшын тілінен motherboard дейді. Немесе орысшасы бар бұның аты, орысшасы бізде материнская плата деп атайды. Аналог тақша ерекшелігі қандай? Түрі бізде осындай аналог тақшаның ше. Мына бір көрсетейін. Мына бөлігіне қараңыздаршы, мына жақта. Мына бөлік таныс па? Примерно бір жерде бұндай нәрсені көресіздер ғой. Примерно бұл бар емес, осындай бөлігі. Ана артында орналасады жүйелік блоктың ішінде, арт жағында ше. Соққа проводтар жалғайды ғой еще. Там интернеттің проводын жалғайсың, жоққа қосасың, там осының барлығы қайда жалғанады дейтін болсақ, жүйелік блоктың ішіндегі аналог тақшаға жалғанады екен. Не үшін оны аналог тақша деп атайды? Себебі барлық бөлшектерді бір-бірімен байланыстырады дейді. Барлық бөлшектерді бір-бірімен байланыстырады. Бағана айтып өткеніміздей, проводтардың бәрін жалғайтын болсақ, сол жүйелік блоктың артына жалғайтын еді ғой. Сол жалғанатын болса, қай жерге жалғанады, бәрі сол аналог тақшаға. Сондықтан ол бөлшектер жалғайтын құрылғы десек болады. И сондықтан оны аналог деп атайды да. Аналог деген сөз осыған жарасады. Келесі
анықтама не дейді? Мыс өткізгіштерден тұрады дейді. Яғни қымбат металдардың бірі ғой мынау. Компьютердағы ең мысалы қымбат заттарының бірі қайсысы дейтін болсақ, осы аналог тақшада кіреді осының ішіне. Вот. И сонымен қатар бұл бізде компьютердің жүрегі деп те атасақ болады. Неліктен компьютердің жүрегі дейді қыздар, балалар бұны? Себебі адамның жүрегін байланыстырсақ болады. Бәрін бір-бірімен байланыстырады. Барлығын бір-бірімен байланыстырады. Режиміңіз деп сөзіңізді бөліп қойдым ғой деймін. Нормально. Оны бүйтіп бақылай алмаймыз ғой, болып тұрады. Компьютердің жүрегі, то есть адамның жүрегі сияқты ғой, адамның жүрегі бізге адамға жүрек не үшін керек? Барлық денедегі ағзаның барлығын бар ғой, бір-бірімен байланыстыру үшін, қанмен байланыстыру үшін. Вот сол қанды накачивать етіп отыратын, қанды бүйтіп ретімен келтіріп отыратын, тазалап отыратын примерно сол жүрек емес па? Қатты білмеймін енді биологиясын. Примерно жүрек сондай нәрсе жұмыс жасайды. И тура солай сияқты біздің аналог тақша, компьютердің жүрегі барлық бөлшектердің бір-бірімен байланыстыратын. Қараңыздар, мына жақта, тура ортасында не орналасады дейтін болсақ, процессор орналасады. Мына жақта, бейне карта жалғанады. Бейне карта. Мына жақта не жалғанады дейтін болсақ, жедел жады жалғанады. Жедел жады жалғанады деген сияқты. Мына жақтарларда, мысалы, қандай заттар білесіздер, жесткий диск дегендер естіп пе, соның барлығы осындай, примерно осындай проводтармен жалғанып қойылады екен ғой. Жазып қойсақ, қатқыл диск деп. Осының барлығын бір-біріне жалғайтын осы аналог тақша ғой. Кеттік, келесі құрылғымен танысып болыңдар. Ол құрылғы бізде процессор деп аталады. Процессор негізі өзі құрылғы ретінде қатты дәу емес. Мысалы, бәріміз білетін зарядчик бар ғой, бәріміз көрген шығармыз бұл зарядчикті. Сол зарядчикпен бірдей десек болады процессор, типа несіне дейін, таяқшасына дейін бірдей. Примерно размері осындай дәу емес қатты процессор. Сол қайда жалғанады екен? Міне, аналог тақшаның тура ортасына жалғанады екен. Бұл процессор бізге не үшін керек? Компьютердегі барлық ақпараттарды өңдейтін құрылғы ғой. Міне, барлық ақпараттарды өңдейді. Именно өңдейтін құрылғы ол бізде процессор. Сенің қазір телефонында мені көріп жатсыңдар да, мысалы, телефонмен, ноутбукпен не көріп жатсыңдар, соның бәрін көріп жатқан дүниелердің барлығын шығарғызып беретін осы процессор ғой. Әдемі қылып шығарғызып беретін осы процессор. Тағы да не дейді? Есептеулер мен операцияларды орындайды дейді. Яғни, андай калькулятордағы қосу, азайту, көбейту деген сияқты үлкен сандармен жұмыс жасау керек болса, осының бәрін процессор жұмыс атқарады екен ғой. Оның жылдамдығы мегагерцпен немесе гигагерцпен өлшенеді дейді. Бұны кейін айтамыз, мегагерц, гигагерц деген не екен ше. Одан кейін бұл бізде бағанағы аналог тақша бізде компьютердің жүрегі болса, мынау бізде компьютердің миы ғой. Мынау компьютердің миы деп аталады. Түсіндіңіздер ме? Неліктен компьютердің миы деп атайды? Себебі адамның миы сияқты ғой. Біз адамның миы не үшін керек жалпы? Әрекет жасау үшін адамға миы жалпы адаммен сөйлесу үшін деген сияқты да. Вот мен қазір сендерге нақты бүйтіп түсіндіріп көрсетіп жатырмын да, айтып ше, осының барлығы мен жүректен шығып жатқан жоқ, негізі миымен айтып түсіндіріп жатырмын деген сияқты да. Ауыздан просто так шықпайды ғой деген сияқты. Мен жестикуляциям, сөйлеуім, мысалы қозғалуым барлығы осы процессор, яғни ми арқылы деген сияқты. Тура солай сияқты компьютердің бүкіл операциясын орындайтын ол бізде процессор. Ағылшын тілінен CPU деп атайды. Белгілеп қойсаңыздар, жазып қойсаңыздар болады. Түрі осындай төртбұрыш тәріздес. Келесі құрылғы, оны бізде жедел жады деп атайды. Немесе орысша оперативная память дейді. Оперативная память. Еске сақтағаныңыздар. Немесе ағылшын тілінен RAM дейді. Мындай ғой түрі осындай бір ұзын, арық, жап-жасыл, сап-сары тістермен деген сияқты. Примерно бұны көрген шығарсыңдар, бұндай заттарды. Компьютерларда болады, сонымен қатар еще андай ұқсас негізі ше. Бұзылған пульттер болады ғой, сылтаған пульттер ше, соның ішінде осындай ұзын болып тұрады ғой.
как будто сол жедел жады десек болады да. Оперативная память. Бұл не үшін керек бізге? Есептеулерге арналған мәліметтерді белгілі бір уақытқа дейін сақтайды. Белгілі бір уақытқа дейін. Яғни айтып жатқаны уақытша сақтайды деген сөз ғой. Уақытша сақтайды. Типа уақытша сақтайды деген мағынасын айтып тұр екен. Жедел жады бар емес па? Мысалы, тағы да бір мысалын түсіндіріп берейін. Қай кезде керек дейтін болсақ, жедел жады. Қараңыздар, экранға қарап отырыңыздар. Бірдеңе көрсетем. Міне. Қараңыздар, жедел жады. Көрдіңіздер ма? Мен типа маяқтан ашпай қойын, дальше не бар екен. В целом, барлығы қазір жедел жадыда тұр да, барлығы. Қалай дейсің? Азу дейм ма? Орысшада. Озу деп атайды ғой. Мысалы, мен телефонда нені көрсетіп отырмын, экран көрініп тұр деп ойлаймын. Допустим, колесаға кірем, мысалы, машина іздеп жатырмын, қарап отырмын. Шығып кетейінші, достан шығып кетейін да, қайтадан басынан кірейін. Міне, колесаға кірем. Колесада, допустим, осындай ваз іздеп жатырмын, допустим. Осындай машина қарап отырмын. Я? Допустим, мынандай бір ваз ұнап қалды таразда. Осындай бір іздеп жатырмын, қарап отырмын, ұнап қалды. Осындай алғым келіп тұр, допустим, осындай машинаны. Көргім келіп тұр. И, допустим, резко тұрамын да, шығып кетемін да, шығып кетемін да, ол X-ке кіріп кетемін. Сондай бір заттарды қарап отырмын, шығып кетемін да, и қайтадан колесаға кірем, қараңдар, мынау қазір зат, қарап отырған машина тұр, менде қазір қаралып тұр да. Қарап отырмын. И резко тұрамын да, шығарып жіберемін былай, шығып кетемін былай, өшіріп тастаймын да, қайтадан колесаға кірсем, жігіттер, қыздар, не болып кетті? Менде қайтадан басынан ашылды программа. Иә. И бағанағы машинаны жоқ болып кетті, менде көріп жатқан машинаны қарашы. Прикинь, маған сол машина ұнап қалды, маяқта тұр екен енді. Бірақ болады моменттер ше, іздемей таппай қаласың машинаны. Бұл не болып тұр сонда? Қазір оперативкада тұр мұны, жедел жадыда тұр. Алып тастаймын, шығып кетемін ше, шығып кеткеннен кейін менде бәрі жөніп кетеді. Именно қазір қарап жатқан ақпараттың жөніп кетеді деген. Бұлай ғой мағынасы, жедел жадының. Уақытша сақтайды екен. Иә. Келесін айтайық. Одан кейін бізде келесі құрылғылардың ішінде қатқыл диск деген бар. Және де SSD диск деген бар. Екеуісі не үшін керек бізге? Ұзақ уақыт сақтау үшін ақпаратты. SSD диск жылдам істейді ғой. Ұзақ уақыт. Аша іздеу істемейді ол. Нашар. Нашар десек болады, бірақ бұның объемы көп қой. Сыйымдылығы үлкен деп тұр ғой. Объемы көбірек болады. Типа бұлар мысалы 500 гигабайт емес, мысалы неге дейін кетіп қалуы мүмкін? 10 терабайт дегенге дейін кетіп қалуы мүмкін, мысалы. 10 терабайт немесе 12 терабайт, прикиньте, оның бәрі кімге керек мысалы. Ал SSD диск деген бар, тоже олар ұзақ уақытқа сақтайды. Бірақ SSD-ның HDD-дан айырмашылығы, оның ақпарат жазу жылдамдығы жоғары. Яғни тез шапшаң жібереді деген сөзді заттарды ше. Бір точкадан екіншісіне мысалы жіберу керек болса фотоларды, онда SSD тезірек жібереді деген сияқты ғой. Это примерно AirDrop деген сияқты ғой, iPhone-дардағы AirDrop. Мысалы, интернеттің нашар болып тұрса, сен AirDrop-кен жібересің, AirDrop сразу жіберіп тастайды ақпараттың бәрін. Бар, сондай сияқты ғой, бұл SSD, HDD деген сияқты заттар. Келесі затпен таныс болыңдар, олардың аты бізде оптикалық диск жады, немесе ODD дейді. Немесе бұның қазақша, орысша несі бар, естіген шығарсыздар деп ойлаймын, дисковод дейді. Иә, дисковод. Бұл не үшін керек сонда? Оптикалық диск ақпараттарын оқиды дейді. Яғни дискілерді оқитын ақпарат қой, не ғой? Зат қой, мына дискілер бар ғой, көрген шығарсыздар, DVD, CD деген сияқты дискілер. Соныларды оқиды ғой. Осы зат қой, примерно оқитын зат. Мына жерде кнопканы басасың, отырған кнопканы бассаң, сендер дискіні салып оқысам болады екен. Бұл заттар компьютерларда бар, сонымен қатар PlayStation-да да бар ғой бұл. PlayStation 5 деген бар ғой, мысалы, барша. Иә, PlayStation 5-те бар ғой. Жоқ, қазір соңғысы енді 5 қой. PlayStation 5-те бар.
Вот. Дискімен университет. Келесі құрылым бейнекарта. Ағылшынша аты бізде ГПУ дейді, ал орысша аты жігіттер қыздар естіген шығар деп ойлаймын, оны видеокарта деп атайды. Иә. Түрі бізде осындай. Бұл бізге не үшін керек? Графикалық ақпараттарды өңдеу үшін. Және дегі монитордағы ақпараттарды шығару. Яғни мониторда не көріп тұрса, қыздар балалар солардың барлығын өңдеп береді. Сонымен қатар сол мониторға шығарып беретін зат осы ғой. Сенің экранында бар ғой, мысалы, четкий көрсетіп жатқаны осы бейнекартаға байланысты. Мысалы, сен компьютермен күшті ойнап жатсың, осы ойнап жатқан ойынның күштілігі, яғни четко ойналып жатқаны тоже бейнекартаға да байланысты. Потому что графика дейді, графикасын анықтайтын сол бейнекарта ғой. Солай. Кеттік, ары қарай осы затты жаттап алыңыздар. Қазір келесі затты айтамыз, кішкене ұқсайды. Одан кейін айтады қазір. Енді кулер. Бізде компьютердағы ең қатты қызатын заттарының бірі бізде осы процессор ғой негізі. Жазып қойсақ. Компьютердегі ең қатты қызатын құрылғы десек болады. Түсіндіңіздер ме? И осы кулер бізге не үшін керек? Сонда осыларды қызып кетуден сақтау үшін. Яғни вентиляторлар ғой. Байқайсыздар ма? Мысалы, ноутбук компьютерларды бар ғой. Мысалы, кейде момент болып қалады, бір ойын ойнап жатсаң ше. Қатты шығып кетеді, дұрыс па? Вот ненің арқасында, не ол именно дауыс шығарып жатыр дейтін болса, сол кулер ғой. Вот мынау қозғалады ғой, мынау вентиляторы ше. Астындағысы суытады үшін. Термостат. Термостат емес, температураны термостат өлшемейді, өзінің процессорының өзінің температурасы бар шығар, термостаты бар ғой. Кулер емейді, анықтамайды. Оның кулерді жоқ онда термостат деген нәрсе. Солай. Кеттік, келесі құрылғымен таныс болыңдар. Ол құрылғының аты бізде дыбысты карта. Бағана құрылғыға ұқсайды, бейнекартаға кішкене ұқсап тұр да, кішкене өзі келіп тұр. Дыбысты карта. Дыбысты картаны қалай ажыратамыз дейтін болсақ, артында тұрған тесігіне қараңыздаршы, мына қосатын шнурларына қараңыздаршы, не қосуға болады бұл жаққа? Не үшін бұны дыбысты карта дейді? Себебі бұларға не қосуға болады? Микрофон қосуға болады. Колонка қосуға болады. Микрофон қосуға болады, колонка. Динамиктер қосуға болады. Колонка, динамик. Ешкім наушник деп айтпады, что-то. Наушникті қосуға болады тоже. Телефондарда болады, ескі телефондарда наушник қосатын. Дөңгелек тесік болатын еді ғой. Вот сол бізде дыбысты карта ғой. Дыбысты карта не үшін керек? Сигнал, дыбыстық, яғни сигнал енгізуге әрі дыбысты шығаруға арналған құрылғы. Енгізетін және шығаратын құрылғы дыбысты карта деген. Келесі құрылғымен таныс болыңдар. Ол құрылғының аты бізде желілік адаптер деп атайды. Желілік адаптер ерекшелігі қандай? Мына тесігіне қарасаңыздар болады. Қараңыздаршы, типа не Желіні орнату арқылы ғой. Wi-Fi. Wi-Fi интернет, компьютерға интернет қосатындар ғой. Соны өз айтып тұр ғой, компьютерді интернет желісіне қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. Интернетке қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. Осы бізде желілік адаптер екен, қыздар балалар. Келесі құрылғымен таныс болыңдар. Ол, по-моему, соңғы құрылғылардың бірі қуат көзі деп атайды. Қуат көзі. Немесе орысша бұны блок питания деп атайды. Блок питания. БП. Қуат көзінің ерекшелігі қандай? Енді компьютер бізде энергияны бар ғой, ауадан алмайды ғой, дұрыс па? Судан алмайды, тамақтан алмайды. Бұларға жалпы энергия көзі компьютер үшін не болады? Тоқ. Мысалы, дұрыс па? Вот сол тоқты фильтровать етіп беріп отыратын ол бізде осы қуат көзі ғой. Жалпы розеткіден тоқ осылай өшірден қосылады да, и ол тоқ әркімге әрқалай түрлі тоқтар беру керек қой, дұрыс па? Соны әртүрлі кабельдерге таратып береді ғой. Осыны бізде қуат көзі деп атайды.
қуат көзі бізге не үшін керек? Компьютердің барлық құрылғыларын өзіне қажетті тұрақты токпен қамтамасыз етуші. Осыны еске сақтаңыздар. Сонымен менде айтатын құрылғылар бітті. Қанша құрылғы шықты, қыздар балалар санап көрейікші. Міне, аналог тақша санап көрейік. Одан кейін процессор, жеделі жады, қатқыл диск пен SSD дискі, оптикалық дискі жады, бейне карта, кулер, дыбысты карта, желілік адаптер және де қуат көзі. Қанша құрылғы шықты? 11. 11 құрылғы шықты, дұрыс па? Осы құрылғылардың барлығын біліп жүріңіздер, қыздар балалар, суреттеріне де мән беріп отырыңыздар. ОБТ-да келетін сұрақтардың тақырыптарының бірі ғой. Есте сала кетейік, біздің өтіп жатқан әр эфиріміздің тақырыптары ОБТ-да келеді. Андай ойлап қалмаңыздар, ОБТ-да келмейді екен, білмей қарамақ қойсақ болады, айтпады екен деп ше. Біздің каждый эфиріміз болашақта өтетін. Оның барлығы сол ОБТ-да келетін тақырыптар болады да. Мүмкін араларында осы қаңтар ОБТ тапсырған кезде келген шығар осындай сұрақтар. Мысалы, осындай тақырыптың сұрақтары. Кеттік, келесі нәрсе айтатын. Ол бізде дербес компьютердің сыртқы құрылғылары. Яғни бұларды бізде периферия деп атайды, периферия. Дербес компьютердің сыртқы құрылғыларына не жатады дейтін болсақ, 4 құрылғы бар екен. Міне енгізу, шығару, сақтау және ақпарат алмасу құрылғылары. Енгізу құрылғыларына не жатады екен? Пернетақта, білесіздер, пернетақта деген клавиатура, сканер, микрофон, веб-камера және манипуляторлар, яғни джойстиктер жатады екен ғой. Көрдіңіздер ма? Типа, получается, сканер, микрофон, веб-камера, манипулятор, бұлардың барлығы енгізу құрылғылары. Не үшін енгізу деп атайды? Себебі пернетақта арқылы біз не енгіземіз? Әріптер енгіземіз, дұрыс па? Сканер арқылы не енгіземіз? Мысалы, бір суретті енгізсек болады. Микрофон арқылы не енгізуге болады, жігіттер, қыздар? Дауысты енгізуге, веб-камера арқылы өзінің бетінде енгізсем болады, ал джойстик арқылы, мысалы, там біреуді атқың келеді, біреуді ұрғың келеді, мысалы, я ойында. Сол кезде атқан кезде команда беріп жатсың ғой сен, мынандай нәрсе жаса деген сияқты. Осының бәрі сен джойстик арқылы жасайды екенсің. Келесі шығару құрылғылары. Оған не жатады екен? Монитор, принтер, плоттер, динамик және құлаққап жатады екен. Көрдіңіздер ма? Монитор не шығарып береді бізде? Ақпарат экрандағы заттарды шығарып береді. Принтер не шығарып береді? Қағазға бірнеке керек затты шығарып береді. Плоттер деген ол не ғой? Андай плакат жасайтын принтерлар ғой, плакат. Сондай сияқты принтерлар. Одан кейін динамик дегендер бар, колонкалар ғой. Құлаққап деген бар. Осылардың бәрі дауыс шығарады екен. Дұрыс айтады. Сол бізде шығару құрылғылары. Келесі сақтау құрылғылары. Оған не жатады екен? Флеш жадтар. Яғни флеш біледі, флешкалар. Білеміз, ә? Одан кейін ақпарат алмасу құрылғыларына модем және бағдарлауыш. Бұлардың бәрі қысқасы айтқанда, бұлардың бәрін бізде роутер деп атайды. Еске сақтағаныздар, бұлардың бәрін бізде роутер дейді. Солай, бүгінгі тақырып бізде осындай, қыздар балалар, айтатын нәрсемен де бітті. Сұрақтар бар ма бүгінгі тақырыпқа байланысты? Жоқ. Жалпы ОБТ-ға байланысты сұрақтар бар болса қойыңыздар. Бүгін бізде кішігірім кіріспе сабағы. Пока андай ауыр тақырыптарды өтпей қойып. Ағай, бәрін басын-басып қараймызда. Ау? Бәрін басын-бастап қараймызда да қанша? Негізі көпшіліктің шешімімен шығарсақ болады. Егер барлығымыз білеміз дейтін болсақ, онда... Білмей тақырыптар тұсықлай қиындау. Егер көпшілік келісетін болса. Бізге особо не керек? Тек білмейтіндерді ғана қарастырсақ дұрыс еді негізі. Сізді дискін көрсетіп жүресіз ба? Ағай, Pythonға көп көңіл бөлейік, сосын иә? Әбене, бөлеміз ғой. Жоқ, енді қыздар балалар, андай ғой. Python несімен ғой, келісіммен ғой. Түсіндір ма? Аха, Python болса Python.
А так мен неге каршы эмесмин, мен типа ондай план менен жүрөм деген адамдардын бири эмесмин. Неге сизге кайсы кыйналып турмун, сондай деген. Келесі логикалық операцияларды өтсе қалай болады, операторлар? Өздерінің араларында ондай дауыс бересіздер ғой, иә? Мен сол кезде айтасыздар маған, мындай сабақ өтейік деген балдармен келісесіздер ғой, дауыс беру бар. Кодсуз бола ма, кодсуз? Логикалық оператор десек, смело логикалық оператор өтеді. Кодсуз болмай ма? Ау? Кодсуз бола ма, кодсуз? Кодсуз. Кодсыз? Кодсөз деген былай ғой, примерно кім эфирде отырды до конца отырғандарға кодсөз айтасыз. Сол кодсөзді оқушылар ағайларына жазып жіберу керек, и ағай сонымен тексереді. Кім отырды эфирде? Операторға жазып береміз. эфирде сөйтіп кодсыз айтып отырасыз ағай. Иә, өзіңіздің қалаған. Смело. Келесі сабақ деймін онда. Келесі сабақтың ба? Келесі сабақ. Ол. Келесі сабақ. Келесі сабақ? сабақ. Кодсуз келесі сабақ бұл ба? Sağ olun. Қыздар балалар, пока шығып отырыңдар. Сыныптасында бүгін шақырып. Иә, түсінікті ғой. Кодсөз келесі сабақтан басталады деп тұрсыз ғой? Болды ма? Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Sağ olun. Sağ olun. Давайте, сау болыңыздар. Kod saytına. Çal özüm, tamam.